үйлеріңізде осындай монтоваркілеріңіз сап-сары дақтары өмірі кетпейтін болса, кетіруге қиналып жүрсеңіздер, сіздерге оңай жарты сағат кетпейтін әдісті ұсынғалы отырмын. Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Алтынай, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Менің каналым сіздерге әрқашанда пайдалы. Менің каналыма тіркеліп, қолдап, қазақша каналының дамуына үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Ал ең алдымен біз үлкен қазанымызға немесе кастрюлемізге суымызды жақсылап қайнатып аламыз. Одан кейін кез келген порошок түрін саламыз. Бір уыстан салсаңыздар жетеді. Одан кейін 2-3 қасық белезна саласыздар. Белезна салғаннан кейін сосын ас содасын саламыз. Ас содасынан 2 ас қасық саласыздар. Сосын сірке қышқылы, яғни уксусты салсақ, осындай кішкене реакция болады. Одан кейін осындай кір сабынды майдалап турап тастайсыздар. Суымызды тағы да бір қайнатып жібереміз. Сол кезде осылай көпіріп ерекше болып шығады, түріне қарасаңыздар. Одан кейін азғандай фире қосып жібересіздер. Мінеке астында мен сыртта қазан ошаққа істеп жатырмын. От жақтым. Одан кейін қайнап тұрған қазанымызға осылай монтоваркімізді батыратын боламыз. Негізі толықтай батып тұрса өте жақсы болады. Менде кішкене батпай тұр, енді барынша жууға тырыстым. Осылай батырып тұрғаннан кейін кемінде 5 немесе 7 минут тұрса, андағы сап-сары қатып қалған майлар өздігімен еріп түседі. Монтоваркімнің барлығын жуып алдым, крышкасында жуып алдым. Одан кейін кішкене қатты кетпей тұрғандарын мен осылай пышақтың көмегімен қырып тастадым. Яғни қырғышпен де қырсаңыздар болады. Ал қыз келіншектер, менің әдісім осылай болды. Сіздер де осы әдіспен жасасаңыздар еш өкінбейсіздер. Пайдалы болса менің парақшама тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Алтынай, қазақша каналының дамуына үлестеріңізді қосып, менің каналымда тіркеліп алыңыз. Менің каналымда бұдан да басқа көптеген рецепт түрлерін көре аласыздар. Және де пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Байқасаңыздар, мінеки, менің монтоваркам тап-таза, жап-жаңа секілді болып шықты. Қараңыздар, өте әдемі. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.